Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен французский рулет дайындаймыз. Ең алдымен брынзаны теркадан өткізіп аламыз. Шпинатты осылай видеодағыдай ұсақтап турап аламыз. Қаншалықты ұсақтап турайсыздар, ол соншалықты әдемі көрінеді. Туралған шпинатты брынзамен араластырып аламыз. Мен тестасына осындай дайын слоеный тестаны алдым. Сіздерде осындай дайын тестамен істеулеріңізге болады, немесе өздеріңіз қолдан жасасаңыздар да болады. Тестаны төртбұрышты етіп жайып болған соң, осылай шпинат пен брынзаны біркелкі етіп салып шығамыз. Барлығын салып болған соң, осылай тығыздап рулет сияқты орап аламыз да, екі шетін біріктіреміз. Рулеттің беткі бөлігін осылай видеодағыдай кішкене етіп кесіп аламыз, толықтай кесіп жібермейміз. Жұмыртқа жағып шығамыз біркелкі етіп. Пешке салмас бұрын мак немесе күнжіт сеуіп жіберулеріңізге болады, өте әдемі көрінеді. Қызып тұрған пешке 160 градусқа 20-30 минутқа салып аламыз. Міне біздің французский рулетіміз дайын, өте жұмсақ әрі дәмді. Міне мен қазір кесіп көрсетемін сіздерге. Рецепт ұнаса, маған тіркеліп, лайк басып, және келесі жолы менен қандай рецепттер күтесіздер, комментарий жазып кетіңіздер.